функциялардың қасиеттерін талдаймыз. Бізге жаңа сабақ. Ол сабақта біз балалар тригонометриялық функциялардың тек екі қасиетін ғана талдаймыз. Яғни тригонометриялық функциялардың жаңағы ширектегі таңбаларын, ширектегі таңбаларын анықтай білу. Бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың және кез келген бұрыштардың таңбаларын анықтай білуіміз керек. Және тригонометриялық функциялардың осы ширектегі таңбаларына қарап жұп тақтылығын анықтай білуіміз керек. Бұнда біздің сабақтардың мақсатымыз осы. Осы мақсаттарға сәйкес біз бағалау критерийлері, сіздердің бүгінгі сабаққа қатысқан бағалауларыңыз осы сабақтың мақсатына байланысты не осы мақсатқа байланысты критерийлеріміз қойды. Яғни бірінші не істеулеріңіз керек, бүгінгі сабақта не біліп шығуларыңыз керек? Ширектегі бұрыштардың несін, тригонометриялық функциялардың таңбаларын, екінші жұп тақтылығын білу керек. Сабаққа кіріспес бұрын балалар үй жұмысын тексереміз. Жүріп қарауға болады. Үй тапсырмасын дұрыс қойып жатыр ма, жоқ па? Тангенстер тобының жетекшісі Дәулет Ташкент қарап шығуға болады. Синустар тобының жетекшісі Орынбай Махаббат қарап шығу өзімен қоса. Дұрыс па? Граниктің қарап. Айша мен қазір қандай тапсырма беремін. Балалар, кім болды тексеріп мақсат? Дәулет, сен болыңдар ма? Көрініс тұтышпа? Беретін сұрақтар ма? Қиын түсірген сұрақтар ма? Жоқ, таба алдыңдар. Енді балалар, біз жаңа сабағымызға кіріспес бұрын бірінші ой қозғау кезеңі. Мен сендерге мынандай ой есеп бергім келіп тұр. Себебі сіздер болашақта математикалық сауаттылықтан есеп шығарасыздар. 30 секунд ойлануға береміз, содан кейін әр тоқтан қайсысы? Сразу тапқандарым болсын, мен табам, мен біліп тұрмын. Апай, бес келген санайым, кім келеді сол шыға. Сендердің сәйкес келмеуі мүмкін. Тез. Бұл өзі логикасымен ана санды сен өзің қай өзіңе тиімді тәсіл қандайсың? Өзіңізге қайсы тиімді, соны шығар емес. Жақсы. Сен неге солай шығардың ба? Теңге орнатқан шығардың ба? Теңге орнатқан шығардың. Бұнда сан цифр мәнін көрген, е оны? Деді? Солай болсын. Сенкі? Сенкі де теңге ма? Өйткені дөңгелек текісі бағын сеніз. Дөңгелек текісі бағын сеніз. Сен не бардың? Үшбұрышты екісі бардың ба? Үшбұрышты екісі бардың. 10 минус 5х болды, сонда 5 болды. Сразу шығып жатырсың, сразу салып жатырсың. 5х-тен 5 болды. Тік бұрышты координат жазып тұрса, сындар көрсетесіңдер қай жерде неге тригонометриялық бірлік шеңбер деп аталады. Тез. Так, ол кезінде қазір екі оқушы бар. Не самый қазір келіп тұрған арасында, мұна жерде оқып шыққандар. Радиус. Синус альфада біздің формуламыз y бөлінген радиус. Қандай дейді? Теріс кеп тұр. Бұны біз жатқа білуіміз керек, бірақ бұл қайдан шыққан? Мен қазір синустықын көрсетемін, қайдан шыққан, неге ол бірінші, екінші ширекте оң, үшінші, төртінші ширекте теріс екен. Осыны дәлелдеңіз, неге синустың таңбасы бірінші, екінші ширекте оң, мына ширектерде теріс. Тригонометриялық бірлік шеңбер
яғни сағат тіліне қарама-қарсы алсақ біз қандай бұрыштар саламыз? Сағат тілі бойымен алсақ біз қандай бұрыштар саламыз? Біз ол бұрыштарды қай радиус векторды бұру арқылы? ОА радиус векторды бұру арқылы саламыз. Енді мына ОА радиусты векторын бірінші ширектің мына В нүктесіне әкеледі. Осы В нүкте векторға мынаның бойындағы бұрышқа сәйкес келетін X пен Y-тің мәндері қандай болады маған соны айтыңдар. Екінші, осы жердегі жататын нүктенің мәніменен екінші ширектегі мына нүктенің мәні екеуі бірдей болады. Бұны С деп алайын. Бұның координатасы енді нешінші ширекте анықталады? Мәні бірдей болады, бірақ тек таңбасы ғана әртүрлі болады. Сонда қалай болады? X-ді да минус, Y-ді де минус. Значит, минус X, минус Y. Енді қай ширекке келді? Төртінші ширекке келді. Сен бір ұстап тұр кетті. Міне қараңыздар. Қайсысы сенікі? Тангенстің таңбасы. Тангенстің таңбаларын табу үшін тангенстің белгісі Y-тің X-ке қатынасы. Значит, он табу үшін Y-ті X-ке бөліп, сол кезінде Y-ті X-ке бөлсек плюс шығады, а онда минус Y-ті минус X-қа бөлсек минус шығады, минус Y-ті минус X-қа бөлсек плюс шығады, және минус Y-ті X-қа бөлсек минус шығады. Сол кезде тангенстің таңбалары. Дұрыс па балар? Егер альфа бұрышының синусы нөлден көп, косинус альфа бұрышы кіші болса, бұл осы екеуіне қатысты альфа қай ширекке тиісті болады дейді. Әрқайсысын жеке-жеке анықталады. Екеуіне ортақ тұрған қайсысы? Екінші ширек. Жақсы. Тақырыпты түгеліміз аша алдық қой балдар. Нені білдік? Нені білдік? Келесі сабақта біз периодтылығын, бір сарындылығын, таңба тұрақтылық аралықтары деген қасиеттерді талдаймыз. Түсіндік ме? Бүгін тақырыптарын сендердің тек қана таңбаларымен емес анықтаңдар, жоқ таңбалар. Келесі сабақта біз осыған есеп шығарамыз да, одан кейінгі келесі сабақта біз периодтылық, бір сарындылық, қай уақытта бір сарындылық, таңба тұрақтылық аралықтары қай уақытта болады, соның бәрін анықтап қасиеттерін толық талдайтын боламыз. Жақсы. Енді сендерге тапсырманы алып жазып алыңдар. Содан кейін маған бүгінгі сабаққа байланысты бала сендер кесте жазғалар. Бүгінгі сабаққа байланысты бізде мына ағашы ғой. Жаңа таным ағашы деп аталады. Бұл жерде интеграция жасауға болады. Сендердің ешқандай біздің сабағымызда қиянат жасалмады. Ешқандай ешқайсының тыныштығымыз болды ма? Сақталды. Біздің сөйлеушілік өз әрекеттерім болды, жауап беруге. Енді сендер осыған пікірлерін жазасыңдар, түгелікпен жаза беріңдер. Жазып, сары жақсы. Мені сендер жазып. Кесте жазып, ағашты толтырыңдар, кес. Так, содан кейін топ жетекшілері балдарды санаңдар, алдарынан қимылдар. Балар, үй тапсырмасы түсінікті ғой? Бүгінгі тапсырма сіздерге жаңағы таңба тұрақтылық және неге байланысты? Жоқ, тақырып. Бүгін балар Әсек те жақсы қатысты, Айша да өзінің тапсырмасын орындады. Жақсы қошеметтеп қояйық. Бүгінгі көңіл келген сабақты кейінге оқып, сендердің жаңағы білем сабақта қалай көңіл күйлеріңді